адамның жаңа болашақ үшін жасалған әлеуметтік экономикалық мәселелер өте жақсы қамтылған. Соның ішінде мен атап өтсем, отбасы мәселесі. Отбасы мәселесі ең отбасыдан басталады. Осы отбасы туралы үлкен қабылданған. Сонымен қатар жаңағы саяси партиялар туралы. Біздің қазір демократиялық мақсатта дамып жатқан мемлекетіміз үшін бұл үлкен жаңағы жұмыстар жүргізілген. Сол коалиция мүшелерінің көп жұмыстарының арқасында халықтың жаңағы саяси көзқарасы, конституцияға деген болашағы үшін деген көзқарастары өте жақын болды. Енді өзіңіз білесіздер, конституцияны қабылдаған кезде үлкен дауыс жиналды. Бұл халықтың болашаққа деген, әділетті Қазақстанға деген өте үлкен сенімділігі.